Армысыздар. Бека Төлеу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бизнеске бағыт, экономист, журналист, қоғам белсендісі, дәулетті күнделік бестселлерінің, баспаналы бол мастер-классының авторы, баспанаға бағыт тележобасының жүргізушісі Дәулет Төлеутайұлының кітабы. Кітаптың соңғы бетінде Дәулет ағаның өз кітабы жайлы пікірі жазылған. Бизнеске бағыт атауындағы бұл кітапты қолыңызға алсаңыз, демек кәсіпкерлікке жол бастайтын үлкен қазынаны таптыңыз деп толық сеніммен айта аламын. Бұл кітапты оқи отырып, жылдар бойы бір нәрсе бастау керек деп жүре беретін жандар әрекет ететіні сөзсіз. Себебі бұл кітапта адамға мотивация ғана беріп қоймай, түрлі бизнес жоспарлар, кәсібіңізді заңдастыру, Инстаграмда бизнесіңізді дамытудың жолдары, сондай-ақ мемлекет тарапынан бизнесіңізді қолдауға арналған түрлі бағдарламаларды білесіз. Байыса қазақ байысын, әрекетке берекет. Физика заңдарына сүйенсек, серіппенің қозғалысқа түсу үшін оны тек бір рет түрту жеткілікті. Сол секілді, бизнеске бағыт атауындағы бұл кітап сіздің сан ойланып мың толғанған өз кәсібіңізді ашамын деген ниетіңізді одан әрі шабыттандырып, табысты тұлға боламын деген асыл мақсатыңызды ойыңызда ғана емес, өміріңізде жүзеге асуына түрткі болары хақ. Ендеше, бұл кітап кәсіп ашамын деген арманыңызды қиялда емес, шынайы өмірде іске асыруға көмек береді. Жалпы кітап кіріспеден, яғни алғы сөзден, 5 бөлімнен және қорытынды ой түйіннен тұрады. Кітап мың қайғының амалын бір тәуекел бұзады деген қазақтың нақыл сөзінен басталады. Алғы сөзде Дәулет Төлеутайұлы қалай кәсіп ашсам болады деген оқырмандардың сұрағына жауап беру үшін және әр қазақ табысты болу үшін, бай болу үшін осы кітапты жазғаны туралы, яғни осы кітапты жазудағы басты мақсатын алғы сөзде түсіндіріп өтеді. Бірінші бөлім сіздегі м-е-н дұрыс па деп аталады. Яғни бұл бөлімде мотивациялық ақпарат беріледі. Оқығаным бойынша түсінгенім, кез келген әрекет жасаған кезде мақсат пен еңбек нәтижеге жеткізетінін түсіндім. Сонымен қатар бірінші бөлімде кедейлікке алып келетін әдеттер туралы, жалпы осы өмірде дамудың, мақсат қоя білудің қаншалықты маңызды екендігі туралы айтылған. Оған қоса, әр адамның қаржылық сауаттылығын қалыптастыру үшін қандай амалдарды жасау керек, сол сұраққа жауап келтірілген. Кітаптың жалғасында, яғни 2 мен 5 бөлім аралығында қазіргі таңдағы өзекті топ 30 бизнес жоспарлар мен оларды жүзеге асырудағы алғы шарттар туралы, келесі Инстаграм арқылы бизнесті қалай дамытуға болады, сол сұраққа жауап келтірілген. Сонымен қатар дара кәсіпкерлік және жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тіркеу, қызметін тоқтату мен салық есептеліктерін тапсыру туралы, бизнес бастауға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы ақпарат толыққанды берілген. Кітаптың соңғы тарауы ешқашан кеш емес деп аталады. Сол тараудан сәл үзінді оқып берейін. Енді бәрі кеш. Бұл көптеген адамдардың табысқа жету жолындағы ең үлкен тұзақ. Кеш деген сөз кез келген өзгерістен қорқудан туындаған психологиялық блок. Қазақта ауру қалса да әдет қалмайды деген сөз бар. Біз сол соңымыздан қалмаған әдеттерден арылуға қорқады екенбіз. Қалыптасқан өмір салты көбінесе адамдарға батыл қадам жасауға және өмірлерін өзгертуге кедергі жасайды. Негізгі адамдардың көбісі жалақыларынан қанағаттанбайды. Біреулер бір қалыпты өмірден шаршайды. Енді бірі жағымсыз бастыққа төтеп беруге мәжбүр болады. Және тағы басқа жағымсыз жайттар жетіп жатыр. Жалпы осы бөлімде өз кәсібіңізді бастаудың ешқашан кеш еместігі, сонымен қатар көптеген әлемдік тұлғалардың әр түрлі жаста бизнес бастап жетістікке жеткендігі туралы өте қызықты мәліметтер берілген. Өкінішке орай бұл кітапты қазір сатып ала алмайсыз, алайда Дәулеттен Телеграм арнасынан PDF форматта тегін жүктей аласыз.
Осы видеода мен кітапқа шағын сипаттама беріп өттім. Ал сіз бұл кітапты өзіңіз толығымен түсініп оқып шықсаңыз болады. Мен алдағы мақсатым YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Достар, алтын уақыттарыңызды бөліп, видеоны назар аударғандарыңызға рахмет. Подписаться кнопкасы арқылы YouTube арнама жазылыңыздар, колокольчикті басыңыздар, комментарийға келесі көргіңіз келетін видео тақырыптарын ұсыныңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.